Жылдың 4 мезгілінде де суық тигенде итмұрын жемісін ішсеңіз тез айығуға көмектеседі. Сонымен қатар қан айналымды жақсартып, қан айналымды қалпына келтіреді. Және де бүйрегіңізде тас болса, немесе әйелдердегі етеккірден қан кету кезінде итмұрын қайнатпасы көмектесе алады. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Видео басталмас бұрын біздің арнаға тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Итмұрынның пайдасы. Итмұрын бағалы дәрумендерге өте бай жеміс. Одан дайындалған дәрі-дәрмек медицинада, асқазан және бауыр ауруларын емдеуде қолданылады. Ал гүлдерін шай жасауға пайдалануға болады. Ол С дәруменіне бай жемісті емдік дәрі ретінде әрі дәрумен түрінде көптеген жылдардан бері кәдеге жаратып келеді. Оны тибеттік медицинада қолданған. Шығыста итмұрынды аса жоғары бағалап, оның күш-қуатын жақсартып, көңіл күйді көтеретін, әдемілік пен денсаулықты арттыратын қасиетке ие екен деп те айтады. Назарларыңызға итмұрынның емдік қасиеті жөнінде ақпаратты ұсынамыз. Итмұрынның тек бір бөлігін пайдаланбай, тамырынан бастап жапырағын, гүлін, жемісін де емдік дәрі ретінде кәдеге жаратуға болады. Өсімдіктен түрлі емдік сусындар, қайнатпалар, тұнбалар мен сығындылар және де шайды жасауға болады. Сонымен қатар, халықтық медицинада бауыр мен қуық қабынғанда, жүрек ауруында, туберкулезге шалдыққанда арнайы қабылдайды. Итмұрын жемісін күніне 10-15 грамм бір реттен қабылдап тұру керек, ал тұнбасын 3 реттен жарты стақаннан алып ішіп отыру қажет. Итмұрынның жаңа піскен жемісінен тосап қайнатып, кофеге ұқсас азықты дайындауға болады. Мұндай тосаптарды шыны ыдыстарға құйып, қараңғы әрі салқын жерде сақтау керек. Итмұрын тұнбасын дайындау үшін оның кептірілген жемісін пайдаланады. Дайындалған тұнбаны ыстық кезінде, яғни қайнатылғаннан соң бірден ішу керек. Оны ұзақ уақыт сақтаудың қажеті жоқ. Итмұрын қайнатпасының пайдасы. Итмұрын қайнатпасын дайындау үшін 1 килограмм кептірілген жемісін 1 литр суда қоюланғанша қайнатып, артынша сүзгіден өткізеді. Дәміне қарай қант немесе лимон қышқылын қосуға болады. Дайын болған қоймалжыңды су құйылған ыдысқа салып, тағы біраз қайнатады. Осындай тәсілмен қайнап шыққаннан кейін, қоймалжың сұйықтықты тыныс алу жолы бітелгенде, суық тигенде ішсеңіз, тез айығуға көмектеседі. Сонымен қатар, ота жасатқаннан кейін қан айналымын қалпына келтіруде осы өсімдіктің шала піскен жемістерінен тұнба жасап ішсеңіз, пайдасы өте мол. Қайнатылған тұнбаның 1 стақанын күн сайын ішіп отыру қажет. Асқазан қыжылында, немесе бүйректе тас болса, немесе әйелдердегі қан кету кезінде итмұрын қайнатпасы көмектесе алады. Итмұрыннан дайындалған осындай тұнбалар мен шайларды үзбей ішіп отырған жөн. Бұны ішкен соң адамның жұмысқа деген құлшынысын және де оған деген бейімділігін анықтауға болады. Сонымен қатар бас ауруында да алдын алатын қасиеті бар. Итмұрыннан шай дайындау үшін 1 ас қасық итмұрын жемісін 1 стақан қайнаған су құйып, 10 минут қақпағын жабық ыдыста қайнатады. Мұндай шайды 1 күн тұндырып қоюға да болады. Содан күніне дайындалған шайдан күніне 1 стақаннан ішеді. Осы өсімдік С дәруменіне бай болғандықтан, ол жемісте микроэлемент өте көп. Сондықтан оны жүкті әйелдерге де ішуге болады. Одан жасалған дәрілер адам ағзасы үшін өте қымбат дәрілердің орнын баса алады. Итмұрынның тамырын күз мезгілінде қазып алған дұрыс. Оны салқын сумен тазалап жуып, қараңғы жерде сақтайды. Итмұрынның тұқымынан жараны, ауруды жазатын өте қымбат тұратын май алуға болады. Оған қоса бұл жеміс толық адамдарды жүрек талма ауруынан қорғайды. Жүрегі ауыратын адамдар итмұрын тұнбасын күніне 40 граммнан 6 апта бойы ішіп отыруы керек. Күнделікті осындай ақпарат естігіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.
сіздермен бірге болған дертке шипа арнасы. Аман сау болыңыздар.